12 келі сүйек алыңыз, оған 33 келі бұлшық ет пен 15 келі май қосыңыз. Барлығын 20 келі дене мүшелерімен араластырыңыз. Дайын болды. Енді сізде адам денесін құру үшін барлық ингредиенттер бар. Солай ма екен? Сіз не жесеңіз сол затсыз деп айтады. Бірақ Менделеев кестесінің жартысын жегеніңіз есіңізде ме? Сондай-ақ денеңіздің 60% судан тұрады деп айтады. Сол судың бәрі қайда? Ал қалған 40% не құрайды? Денеңізді құрайтын бүкіл химиялық элементтердің барлығы $160 тұрады деп айтсақ не дер едіңіз? Бұл таңғаларлық емес, өйткені сіз негізінен оттегіден тұрасыз. Әрине біз бәріміз бірдей емеспіз. Біріміз биік, біріміз қысқа, кәрі, жас, сымбатты және онша емес. Бірақ барлығымыз күрделі заттарды іске асыратын молекулалардың топтамасымыз, немесе одан да күштірекпіз бе? Бұның бәрі сіздің кімнен сұрағаныңызға байланысты. Биолог сізге 100 триллион клеткадан тұратыныңызды айтар еді. Олар үнемі өсіп өнеді, өліп жаңаланып тұрады. Олар денеңіздегі судың көп бөлігін ұстап тұрады. Осы клеткалардың жартысынан артығы толықтай сіздікі емес. Бұл бактериалды клеткалар. Бактериялардың және басқа микроорганизмдердің көптеген түрлері денеңіздің ішінде және сыртында болады. Олар бірге шамамен 2 келі салмақты тартады. Бірақ күте тұрыңыз, қолыңызды жууға асықпаңыз. Бактериялардың барлығы зиянды емес. Іс жүзінде сіздің микробтардың көп бөлігі иммундық жүйеңізді нығайтады, ал ішкі микробтар ас қорыту үшін аса маңызды. Басқа жағынан қарағанда, адам ағзасының клеткалары мүше болып табылатын барлық материалдарды құрайды. Аямай жаттықтыратын бұлшық еттеріңізді, ари алмай жүрген майыңызды, сүйектеріңізді, тістеріңізді, миыңызды және барлық дене сұйықтықтарды, соның ішінде қан мен зәрді құрайды. Дегенмен химияшыдан сіз неден тұратыныңызды сұрасаңыз, жауап мүлде өзгеше болады. Олар сізді құраған химиялық элементтердің тізімін берер еді. 70 келі ересек адам осыншама көп атомға ие. Баршаңызды осы нөлдерді санау әрекетінен құтқаруға рұқсат етіңіз. Бұл 27 нөл, немесе сізге 7 миллиард деп айтуға болар еді. Бұл өте көп атомдар. Денеңізде кемінде 60 химиялық элементі бар. Негізінен бұл оттегі және сутегі. Ол H2O немесе суды құрайды. Сонан соң көміртек бар. Ол көмір, су, май, ақуыз және нуклеин қышқылы сияқты сіздің барлық органикалық компоненттерді құрайды. Сонымен қатар ДНК-ңызды жасайтын азот та бар. Ал басқа элементтер адам өмірі үшін маңызды болса да, өте аз мөлшерде табылады. Сізге қаншалықты аз темір қажет екеніне таң қаласыз. Тек 4 грамм. Дегенмен, бұл сіздің денеңізге 40 келі оттегін тасымалдау үшін жеткілікті. Иә, дұрыс, 40 келі оттегі. Сіздің дене салмағыңыздың 99% тек 6 элементтен тұрады. Оның ішінде 66% оттегі. Ал барлық атомдар 99.9% бос орын болғандықтан, сіз шын мәнінде қуыстықтан тұрасыз. Егер біз денемізден осы бос кеңістікті бір жолата алып тастасақ, барлық адамзат 1 кубик қант кеңістігін алар еді. Егер сіз лирикалық болғыңыз келсе, жұлдызды шаңнан жасалғанмын деп айтуыңызға болар еді. Сізді жасаған барлық элементтер бір кездері жұлдыздардан жасалған болатын. Олар жарылған соң аса жаңа жұлдыздарға айналған. Олар миллиардтаған жылдар бұрын кометалар арқылы жер планетасына саяхаттаған және біздің планетамыздағы барлық тірі заттарды құрайтын органикалық қосылыстарды құрған. Шын мәнінде сіз осы жұлдызды материалдың 97%-на иесіз. Ал бұл ғажап емес пе? Келесі жолы сіз денеңізге риза болмай тұрған кезде, жай ғана өзіңіз қаншалықты ғажап екеніңіз туралы ойлаңыз. Жұлдыздан жаралған, қарапайым клеткадан күрделі жүйеге дейін өсіп жеткен. Айтпақшы, сізді қызықтыратын болса, денеңіздің барлық клеткаларынан алынған тарқатылған ДНК-ның ұзындығы осы жерден Плутонға дейін және кері созуға жетеді. Бұл неткен ғажайып.